Финансирование тоқтат деген сөз, это закрыть. Кружок. Все. Все. Вы хитро поступаете, білдің бе? Елді хотите дурить. Жоқ, дурить етпейміз. Алматыда арт спорт бағдарламасы тоқтайды дегенді естіген жүздей ата-ана мен кәсіпкер әкімдікке бар. Олар балалар үйірмесіне келесі айларда қаржы бөлінбейтініне наразы. 2 аптадан бұрын Досайып Наурызай ауданында кездесу өткізді. Сол жерде ол кісі бүткіл халықтың алдында айтты, ат спорт бағдарламасы жабылады деп. Неге деген сұраққа ақша жоқ деп бір-ақ сөз айтты. Бұл қанша балалардың көкірек көзін ашып, талантын ашып жатыр. Мысалы ата-ана баланы киіндіріп, тамақтандырып жағдайын жасайды, бірақ әр ата-ана баласының өзінің бойындағы табиғи дарын аша алмайды. Айта кетейік, 18 тамызда Алматы әкімі Ерболат Досаев бюджетте ақша болмаған соң бағдарламаның уақытша тоқтағанын мәлімдеген. Ол арт спортқа жыл басынан 5,5 миллиард теңге қаржы жұмсалғанын, бұл қаржыға 56 мыңға жуық бала 56 үйірмеге барғанын айтқан. Бірақ тұрғындар оның сөзіне қуана қоймаған. Өйткені бұл программа 30 жылда бір рет шыққан программа, осындай мүмкіндік балаларымызға туылды. Соны нағып жауып жатыр, біз түсінбедік. Бізге бұл керек программа. Шынымен де мен мысалы 4 баламда барады бұл программамен. Мәдениет басқармасы бастығының сөзінше, үйірмелердің жұмысы бір жола тоқтамайды. Қаржы табылса, қайта жалғасады. Бұны ешкім тоқтатайын деп жатқан жоқ. Бізде қазір қаржы бітті. Соған біз түсіндіріп айттық. Қазір біз уақытша қаржы көздерін қарастырып жатырмыз. Қанша керек екенін бәрін анықтадық. Ресми мәліметке қарағанда, осы жоба аясында әкімдік 250 кәсіпкерге 2 миллиард теңге қарыз. Қарызды қыркүйектің соңына дейін қайтарамыз дейді. Үкіметтің уәдесіне сеніп, өз ақшасына үйірме ашқан кәсіпкер әбден қарызға баттым дейді. Бәрі бір-біріне сілтейді, беруіміз мүмкін дейді, бірақ әлі төлеген жоқ. Бізге өте қиын. Бірде несие алдық. Бірақ біздің орталықта үйірмеге ақылы негізді келетін балалар бар. Солармен әзірге шығынды жауып отырмыз. И мы стараемся этим все закрывать. Көп балалы тұрмысы төмен отбасының балаларын үйірмелерге тегін қатыстыратын арт спорт бағдарламасы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы жолдауына байланысты былтыр басталған. Бірақ бұл жеңілдік көпке ұзамады. Жыл басынан Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент тұрғындары үйірмелердің жабылып жатқанын айтып, шағымданып келеді. Мейірім Бақытжан, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.